60-тан асқан. Сапеке, Сапар ағамыздың Адвента деп айтып отырған оқиғасы қандай оқиға ол? О, это сложно. Во-первых, оны запустить етуге, оған винт надо проворачивать. Сол жаңағы мына сәке 15-17 жастағы келіп, бұрайды, мен айтамын, пропеллерді. Жаңағы айтамын, выключеді. Бізде магнито бар. Сол магнитоны жаңағы бұрап еткесін, сосын ол айтады, от винта деймін. Ол қашатта еш от винта деп. Сосын ана магнитоны включать етемін. И запускать етеді жаңағы двигатель. Вот такой вот. Көмекшісі болыпсыз ғой олай болса, ұстазыңыздың. Это было опасно. Но он все равно мечтал. Вот его мечта вообще уже, видишь как. Бәрібір арманыңызға қол жеткіздіңіз. Қалай баллон истребительде шоп, такая нагрузка, перегрузка, и как он выдержал. Ой, молодец. Міне, баға беріп отыр ұстазыңыз сізге. Молодец деп қояды. Өзіне моторларды білесіз, бір басқаннан болмайды, екі рет, үш рет басу керек, сонда барып қосылады моторда. Енді одан кейін бар мотор қосылғаннан кейін, ол кезде шоқалақ қой, ол кезде мынадай ешқандай не жоқ, аэродром жоқ. Сосын шоқалақпен жылдамдатып ұшу керек қой. Сол кезде ол шоқалаққа нетіп, қанаты жерге түсіп қирамасын деп, мен бір жақ қанатын ұстаймын. Содан кейін бұл кісі самолетті ұшырам деп жүргізеді, разбег алады. Сол кезде мен бірге жүгіремін, ана қанатты ұстап. Ойбай-ай, ол деген қандай қауіпті? Иә, сонда бұл кісі ұшып бара жатқан уақытта мен де қанатпен бірге жүгіріп келе жатырмын, содан кейін барып көтеріліп кетеді. Келесі жолы келгенде мен содан кейін екінші летчиктің орнына отырғызады да, кожаный шлем бар, содан киізеді, содан кейін арқалықты бір айналдырып әкеп қондырады, как маған не жасаған еді, не сияқты, сыйлығы сияқты, көмектескеніме. Содан барып адам нете береді, ынтыға береді, жаңағыдай ұшқыңыз келеді. Бірақ дегенмен әкеңіздің сөзіне тоқтап, сіз құрылысшы болдыңыз. Алғашқы мамандығыңыз. Қиналып бардыңыз. Мен түсінем, арманыңыздан бас тартып, әкеңіздің айтқанына мойынсынып, артыңыздан келе жатқан бауырларыңызды көтеру керек қой, көмек болу керек қой ата-анаңызға деп. Бәрін қайда тістеп кетесің деді ғой, бәрін қайда тістеп кетесің. Шамалы қосуға бола ма? Ол жаңағы әкесіне айтады, мен летчикке барамын. Қалай дейді, мен дейді, ағам дейді, соғыста, қайтыс болды соғыста. Сені мен қайда іздейт етемін, самолеттер көнелеу бармайсың деп. Все-таки Сәке уговорил отца и поступил в Богосарский летный училище. Соғыс летчик болам дедім ғой. Содан кейін барып гражданскийға бардым. Әскери ұшқыш болам дедім. Әскери ұшқыш болам, бірақ анадан әкеміздің айтуы бойынша соны тыңдап мен оған бармадым. Ал енді мынау гражданский енді маған көңілім онша ұнамады, шын айтқанда. Осындай мазасыз жан, ұшқыштыққа, аспанға ғашық жанның құрылысқа келуі оңай болған жоқ, түсінем. Бірақ дегенмен құрылысшы мамандығына келдіңіз. Қай оқу орнына түстіңіз? Жаңағы Богославский летный училищеге барып, сонда бір жыл жоғалтып алдым. Келесі жылы Қарағанды политехнический институтына түстім. Оны барғанда мен енді ойладым, ешқандай маған мамандық ұнамайды. Әйтеуір бір мамандықты таңдау керек болды. Құрылысшыға тоқтадым. Онда конкурс өте үлкен болды. Бір орынға 25 адам. 3 жылдай жоғарғы стипендия алдым. Артынан Киев институтына гражданская авиация соған ауыстым. Бәрібір. Одан кейін барып, қайтадан жоғары. мен ЦК ВЛКСМ-ға шейін шықтым Москвадағы. Олардың көмегімен мен Киевтегі институт гражданской авиация деді, соған барып. Бірақ олар енді қазір енді қалай деп айтасыз, енді кішкене олар ұлтшылдар екен жандар. Менің тапсырған уақытында 17 пәннен не болды разница. Сол 17 пәнді түгел тапсырып болмай, стипендия алмайсың деді, общежитие алмайсың деді. Соны мені қабылдады, ЦК ВЛКСМ-нің бұйрығымен. Бірақ жағындай маған қиындықтар туғызды. Сонымен мен жарты жыл оқыдым. Ол кезінде көп жігіттер мына Кубадан оқыды, біздің институтта. Онда да комиссиядан өтіңіз керек, 100% денсаулық жақсы болу керек. Содан 2 курсты мен жоғалттым. Мен 4-ші курсқа бару оқуым керек еді Қарағандыда. Амында мен 2-ші курсқа ғана алды.
Сонымен финансы жағынан да қиындық болды. Сосын артынан ойладым, сырттай оқырып бітірем. Мен енді әке-шешемді қинамай қойын, олар күтіп отыр, жылдамырақ келсін деп. Барып Қарағандының институтын жылдамырақ бітірейін деп, Қарағандыға қайтып келуге тура келді. 2 жылдан кейін Қарағанды политехникасын бітірдім. Құрылыс инженері болып. Одан кейін өзіміздің Арқалыққа бардым. Әке-шешеме көмектестім. Енді ол өмір айналып кетті дейсіз ғой. Өмір айналып кетті. Сонымен жас маман, құрылыста жүрсіз. Арманыңыз баяғы ұшқыш болу. Бірақ бүгінде мінекей осындай жасқа келіп отырсыз. Сіз ұшқышта болдыңыз. Оңтүстік, солтүстік полюстерде де болдыңыз. Қазақтың байрағын желбіреттіңіз. Қазақтың музыкасын, қазақтың қобызын сонау Еуропада, үлкен-үлкен сахналарда әуелеттіңіз. Археологияға да бет бұрдыңыз. Міне өмірдің сол белестерінің куәсі болған Ғаділбек аға, Әділ аға отыр осы жерде. Сол кісілерді тыңдайықшы. Әдекең бастасын. Сапармен мен екеуміз түйдей жастымыз, арамыз бір 3 ай. Мен 3 ай бұрын туған екем, ит көйлекті бұрын кигені. Ағалығыңыз бар. Мынау Егемен сарайында бір жаңа жылды қарсы алып жатырмыз. Президент қатысып жатыр, үлкен концерт болып жатыр. Бәріміз жаңа жылда түрегеп тұрмыз, иін тіресіп тұр. Қасыма қарасам, Сапекең тұр екен. Түрі таныс, бірақ бұрын ешқандай кездеспегенбіз. Соны ойыма түсе кетті. Ғаділбек екеуміз өте творчестволық байланысым өте жақсы. Бір күні үйінен бір Сапар Исқақов авторы бір 3 кітапты көрдім. Содан кейін бәрін ақтарып көріп, содан Ғаділбектен сұрайым ғой. Мына кісі қандай кісі, мынау керемет дүниелер екен ғой. Жиһангердің кітабы ғой мынау деп. Соны ол кісі маған ептеп түсіндіріп айтты, осындай Сапар Исқақов деген азамат бар, осы Астанада тұрады. Сол есіме түсті да, Сапекеге амандастым. Сапеке, енді мен сізді сырттай білем, бұрын танысқан жоқпыз, көріскен жоқпыз. Мен Ғаділбектің үйінен сіздің кітаптарыңызды көрдім деп. Соны визитка алмастық. Соны қарасам, бір 2-3 күннен кейін 3 кітабын маған жіберіпті, көмекшісі арқылы. Мен де өзімнің сыйға сұрағап ал, мен өзі кітаптарымды жібердім. Содан кейін біздің арамыз өте жақындай түсті. Жақындай бастады. Жаңа Тілепқабыл сарайында талай концерттерде бірге болдық. Содан кейін мына Жиһангер ғой бұл кісі. Осы кейінгі бір 2 сапарына біз Ғаділбек екеуміз барып шығарып салдық. Батамызды бердік. Өйткені жер жүзін аралайды ғой. Бұл кісі 100-ден артық мемлекеттерді аралаған. Анау Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, мынау жер жүзінің барлығын. Ресейде де, Петербургте де, Неше мемлекетте болдыңыз аға, кешіріңіз. 125. 125 мемлекетте? Иә. Кезіндегі Сенкевич сияқты. Ол сізде 125 елде болған. Сенкевич. Екеуміздікінде бірдей болды. Ол да 125, мен де 125. Біздің Сенкевич олай. Анау Перуге дейін барыпты. Перу. Мачу-Пикчу дейтін анау таудың басындағы археологиялық тұр ғой, ескі қала. Сол жерге де барыпты. Оның бәрі кітаптарының ішінде тұр. Содан кейін мен бұл кісінің бір қасиетін айтайын деп отырмын. Бұл Жиһангер ғой. Енді өмірге қызыққан сонша, ойына келгеннің бәрін іске асыратын адам да. Алдына мақсат қояды, сол мақсатқа жетеді, содан кейін оған жалғыз өзі жетпейді. Қасына мықты фотограф, журналист алады. Сарбаздарын жинайды. Иә, содан кейін жұбайын алады, тағы өздерінің немерелерін алады. Сөйтеді дағы жаңағы кейде кемеменен жер жүзін аралап кетеді. Кейде ұшақпен аралайды. Биыл жазда экватордан хабар берді. Мен телеканалдан көрдім. Экватор енді жердің ортасы ғой. Тура сол жерге барып, сол жерде жаңағы хабар таратып тұр да. Соң қайтып келгеннен айттым, Сапеге, экватордан бірақ шығыпсыз ғой. Қазақтан мақал бар. Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра дейді. Ал Сапекең 75 енді оңай жас емес, ол жас емес, үлкен де жас емес, бірақ үлкен жас, бірақ көпті көрген. Жаңа 125 елді аралағанда қанша білім, қанша көргені бар, қанша тағылымды дүниелері бар, оның бәрін жеткізу керек қой. Сонда жаңағы түрлі түсті камерасымен фотограф тартып отырады, сол журналист жазып отырады.
сөйтіп қайтып келеді да мынандай үлкен кітаптар шығарады дағы еліне сыйлайды. Міне нағыз ұлтжанды адам бұл. 8 қырлы бір сырлы. Солтүстік полюске барып қазақтың туын тігу, оңтүстік полюске барып қазақтың туын тігу, мұздың үстінде ұйықтау. Сосын және ұйықтау деген кезде ағамыз жаңа оп-оңай айта салды. Мен барамда демалам дейді. Қазақ барады да демалады. Қанша жерде мына Қазақстанның өзінде керемет аралаған. Біздер Қазақстанда тұрмыз, бәрін білеміз дейміз ғой? Жоқ, біз білмейміз. Бұл кісінің бармаған жері жоқ, баспаған тауы жоқ. Нағыз жиһангер. Кім біледі 75-тен 76-ға кеттім дейді. Бір қарағанда сол 60-ың төңірегі деп. Жаңа айттым ғой, айтпаңыз жасыңыз. Жаңа сіздер сұрадыңыз ғой, не үшін сонша қинайсыз өзіңіз деп. Жас болу үшін. Болсын да. Жап-жас қой. Сондықтан мың жасаңыз. Ал енді жиһангерлігін сіз айттыңыз. Ғаділбек аға музыкаға, өнерге құштарлығы әрине Тілеп бабаңыздан, ол ең біріншіден, және Тілеп бабаның байрағын жықпай, сіз осы күнге дейін тіпті атақты Дженкинстің партитурасына сол музыканы қостыңыз. Адеке, сіз сол жағын айта кетсеңіз. Біз енді 2000 жылдан таныс қой, бірге араласып жүрміз, бірақ Сапеген айтады, ол кезде мен мәжілістің депутатымын. Лондонге жиналайық. Лондонде қай театр? Ройль Альберт Холл. Сол жерде Дженкинс концерт, өзінің театры бар, финский хор бар. И барлығы осы Сапеген берген музыканы бірінші бастағаны Тілептен бастаған. Қасымда менің де Лондонде оқып отырған немерем отыр, анау потрясающий. Мынау деген вообще естімеген. Анау барлық Альберт Холл толық. 8 мың зал. Орын жоқ. Мен адамдарға қарап отырдым. Түсінеді ма? Естігеніне түсінбейді ма деп. Сонда таңғалған адамдар келіп, амандасып, қолымызды алып, айтып, вообще біз ондайды әлі естіген жоқ бізде. Дженкинс деген классический композитор ғой. Англияда жақсы таниды, жер беті, Европа оны жақсы таниды. Марат Бейсенғалиевпен қоян қолдық жұмыс істейтін. Марат Бейсенғалиевті айтайын да, онда ол бастаған. Вообще келіп, ойнап, бірге екеуі бастаған. Дженкинсті енді ол кісі көп жер бетінде көрген адам ғой, бәрін тапқан. Сосын мен оған сұрайын ғой, сіз мынандай театр саласыз ба деп. Жоқ дейді, шым жетпейді дейді, қалай болса да. Сапекеңді өзім ойлап қалдым. Ол қалай осы? Өзі жай строитель дейміз. Жай строитель емес, жай құрылысшы емес. Сөзімізге тұздық болсын. Мен Еркеғали Рахмадиев ағамыздың Сапар ағамыз жайлы айтқан сөзінен бір үзінді келтіре кетейін. Сапекең өнер сүйгіш жүрегі қылғобыз өнерін дәріптеуде айта қаларлықтай ерен еңбектермен бағалы. Студент балаларға арнайы тағайындаған стипендиялар, алғашқы қылқобыздан құралған атасы Тілеп атындағы квартет, Қуат Шілдебаев, Бейбіт Дәлденбаев, Серік Әбдінұров сияқты талантты өскелең азаматтарға арнайы жаңа соны шығармалар жаздырып, қылқобыздың репертуарының өрісін кеңейтті. Астанада қобыз сарайын салдыруы, шетел композиторларын шақыртып оркестрдің сүйемелдеуімен қылқобызға арнап шығармалар жаздыртуы, оларды Англия, Жапония сияқты өркениетті елдердің атақты концерт залдарында орындатуы тек қылқобыздың дүселесін аспандатып қана қоймай, бүтілім қазақ өнерінің абыройын ардақтаттырғаны. 19 ғасырда Австро-Венгрия империясында өмір сүрген Бетховен, Гайден, Лист, Шуберт сияқты ұлылардың өміріне, шығармашылық өркендеуіне әсер еткен Қыпшақ Мадьярдан шыққан князь Эстергази, өте атақты князь меценат, дәл бүгінгі Сапар Ысқақов дер едім депті. Бұл Сәке даже өзінің Қостанайда ұмытпайды. Бізде общество ата бар. Вот мың шақты участников войны, тружники тыла, инвалиды. Сол жаңағы бізді 36 участников тружник тылында шақырды бізге осы Қостанайға. Осы қазір біздер тыңдадыңыз ғой? Музыканы, сол ана Тілептің ансамбль деген. Ол деген музыка біздер қазір тыңдағанымыз, ол осы
20 ғасырдың ішінде жатыр байлығы. Қалай Сапекең сол ғасырларды ішіне жинап, сол ғасырларды бізге тоғыстырып, осы жерге тоғыстырып, қалай түсінеміз? Мен өзім мына кісімен таныс па, жолдастық па, содан өзім қуанып жүрмін соған. Ол анау Альберт Холлдағы өзінше ғой. Женкинс Астанаға келіп, мынау жердегі Астана операда былтыр сары қызды қойды ғой. Тілеп, Абай, Шәкәрім, Тілеп. Бәрін қойды. Керемет бір кеш болды, соған қатыстық. Содан кейін жаңағы Қобыз сарайында бұл кісі өнер саласында үлкен меценаттық жасап жүр. Туба, Хакастан бастап, анау Қарачай, Балқар бар, ішінде бар, анау Европадағы Гагаузларға дейін шақырып алып келіп, өзінің Қобыз сарайында концерт береді. Өнер сүйгіш десең, өнер сүйгіш, техниканы да жақсы көреді, ұшақты да жақсы көреді, қыздарды да жақсы көреді. Арасында қосып қояды. Қыздарды демекші дәл осы жерде өмірлік серігіңіз. Қарларда сапардың қасынан табылатын, қашанда үйде де, дүзде де сіздің жағдайыңызды ойлап отыратын Күміс апайымыз шақырайық. Дұрыс. Қош келіпсіз. Отыра қойыңыз. Жиһанкез адамның, өмірге соншалықты құштар адамның жары болу оңай емес шығар. Түзде торсығы боласыз, үйде барлық жағдайын жасап отырған, түтінін түзу шығарып отырған аяулы жар анасыз. Сол тұрмыстағы Сапекеңнің өмірі жайлы айтсаңыз. Үлкен әулетке келін болып түстім. Бірін-бірі сыйлайды, бірлік деген сондай жақсы. О жерден енді мен көп тәрбие алдым апамыздан. Папасы да, апасы да сонда қонақ жай адамда ғой. Содан енді көп тәрбие аласың ғой. Кімге ұқсайды ағамыз? Анасына ма, әкесіне ма? Кімге көбірек ұқсайды? Анасына ұқсайды. Мінез жағынан. Солай. Енді ол кісі ақылды, сондай салмақты, жақсы кісі. Папасы енді ол кісі қонақ жай. Бітте бала келседе көрпе төсеп жүгіре бастайды. Көпшіл адамдар болған екен ғой. Содан Жиһанкез азаматыңызды қалай күтесіз? Бірге жүр дегенде қалай қабылдайсыз? Бірге жүр дегенде айтам ғой енді ертелік айтшы ғұмырымызша. Енді балалар болмаған кезде барып отырасың ғой, барамыз енді бірге кетеміз. Солтүстік полюске сіз де бардыңыз ба? Обязательно. Солай ма? Обязательно. Бәрі таңғалады. Соны қойшы, орда не бар деген жоқсыз ба? 125 елді бірге араладық. Кейін кезде мен үй айтпай кетем, бұл кісілер переживать етпетесін деп. Тоқтаңыз, жүрек ауырғанда деп қалдыңыз. Енді жүрек ауырады ғой бұл кісінің. Соған қарамай, бізді алдап командировка кетіп қалған бар. Мен 2006 жылы инфаркт алдым ғой. Содан кейін Байқоңырға бардыңыз ба? Содан кейін оңтүстік полюске бардым 2007-де, одан Северниге бардым, одан стратосфераға бардым. Оны мен сізге айтайын, енді мені емдейтін врач айтты. Көріп отырмын, мен қиналып отқанымды. Сапарышқа орыс әйелет, сапарышқа инфарктпен өмір сүруге болады деді. Бұл шығарылған үкім емес деді ғой. 2007 жылы мен оңтүстік полюске барам деп алдында бір жыл бұрын мынау Американың полярный экспедициясы жазылып қойған. Олар қайта сұрап отыр маған, медициналық справка керек. Барлық жағынан да сіздің денсаулығыңыз жақсы болу керек. Бірінші жүрек жақсы болу керек. Сосын мен врачқа бардым. Айттым, енді маған жөндеп беріңіз түгел, анализдің бәрін. Айтты, сіз мені өте қатты неге итеріп отырсыз. Мен өзім үшін қорықпаймын деді. Сіз үшін қорқам. Қалай мен қазір берсем, ертең сізге бір жағдай болып қалса, заңға қайшы ғой. Сіз маған айтқан жоқсыз ба? Инфаркт үкім емес. Үкім емес. Инфарктпен өмір сүруге болады деп. Маған көмектесіңіз. Мен өмір бойы армандағаным сол оңтүстік полюске бару керек еді. Енді міне жолы түсіп тұр. Маған себеп. Сол кісі енді маған күллі анализдің бәрін өзгертіп берді. Сосын кәдімгі 25-тегі жігіт сияқты шыға келді, мен күллі денсаулығым бойынша. Яғы естерге деген мен бір сөз қосып болдым ма? Ол бізге туыс екен. Оны мен Венгрияға барғанда білдім. Бізде қазақтың қыпшағы болсақ, Естергазы Венгрияның қыпшағы. Содан биыл маған бір осындай
орден сыйлады венгрлер. Соны мен әлі алып ала келдім. Мынау енді жағы Маған Венгрияның қыпшақтарының беріп жатқан несі. Көрсету керек. Мінекей, Венгрия қыпшақтарының сапарысқа тартқан Мынау сыйы. дәлелдемесі. Бұны былай көрсетуіміз керек қой. Екеуі қатар тұрса. Мінекей. Әңгімемізді осы жерден үзе тұруға тура келеді. Студиямызға қонақтарымыздың келесі легі келе жатыр. Ал жаңа ғана әдемі әңгімесімен хабарымыздың көркін келтірген Әділ аға, Әділбек аға, Сапеке өзіңізге көптен көп рахмет айтамыз. Ұлттық арнада Дара жол, алыстамаңыздар. Қымбатты көрермендер, Дара жол студиясына жаңа қонақтарымыз келіп жайғасты. Әңгімені бастамас бұрын, дәл қазір экраннан Тілеп қобыз сарайының ашылу салтанатынан түсірілген бейне үзікке назар салыңыздар. Қарағандыда теңізгелі бітірген бірінші блок мынау концертный зал қобызға арналған қазақтың өнеріне аспаптарына арналған екінші кішкентай қонақ үйіміз бар. Сосын бір жағынан қанша орын? Міне 79 номер. Иә. Екі күн сайын осында концерт болып тұрады. Сырттан келген қонақтар келсе. Қош келіпсіздер, қадірлі қонақтар. Ал енді әңгімені біз Антарктидадан бастап кеткенбіз, сіз жоқта, аға. Сізді және Сапар ағамызды табыстырған осы тақырып екен. Саяхат. Саяхат. Сол әңгімені жалғастырсаңыз. Мен бұл кісіні Алматыда жүрген кезде білетінмін. Соңғы 4 жылда Астанада тұруыма байланысты 4 жылдың көлемінде жақсы араласып жүрмін, танимын. Себебі Антарктида саяхатында мен де қатысқан болатым 2011 жылы. Қазақстандық автомобиль көлігіменен 3 автомобильмен 5 қазақстандық, Қазақстанның 20 жылдығы және оңтүстік полюстің ашылуына 100 жыл толуына байланысты бұл Роберт Скотт